Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті 5-ші сынып. Таза мінсіз асыл сөз. Керқұлатты Кендебай ертегісі. Кендебай елінің тұрмысын жақсартқан ұл. 1-ші сабақ. Пән мұғалімі Тілеулина Әйгерім Арыстанбай қызы. 70-ші мектеп жалпы білім беретін орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Ендеше сабақты бастайық. Сабақтың тақырыбы Керқұлатты Кендебай ертегісі. Кендебай елінің тұрмысын жақсартқан ұл. 1-ші сабақ. 1-ші бөлім. Таза мінсіз асыл сөз. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттаңыз. Кіріспе бөлімі. Ертегілер. Өте ерте заманда пайда болған ауыз әдебиетінің ең көне жанры. Қазақ ертегілері өзінің тақырыбы мен мазмұнына байланысты қиял ғажайып ертегілер, хайуанаттар туралы ертегілер, шыншыл ертегілер болып бөлінеді. Сабақ барысында кездесетін әдеби терминдер. Жанр. Өнердің барлық түрлерінде тарихи қалыптасқан іштей жіктелім жүйесі. Фабула. Көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу. Сюжеттен айырмашылығы шығарманың белгілі бір формада баяндалуы. Сюжет. Өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі. Біртұтас желісі. Енді сіздермен ертегілер әлеміне аяқ басамыз. Әрбір ертегінің құпиясы бар. Сол құпия ашуға тырысайық. Ендеше берілген ертегіні мұқият зейін қойып тыңдаңыздар. Қиял ғажайып ертегілерінде аңшы мергендер, алып күш иесі, қайратты жігіттермен қатар қарапайым шаруа адамдарының да ерліктері мол орын алады. Соның бір айқын мысалы Керқұлатты Кендебай ертегісі. Ертегі оқиғасы 2 бөлімнен тұрады. 1-ші бөлімінде Қазанғап дейтін кедейдің Кендебай атты баласының тууы, ел үшін жасаған қызметі баяндалады. 2-ші бөлімде Кендебайдың ерлік істері айтылады. Ертегінің оқиғасы Кендебайдың іс-әрекеті арқылы дамып отырады. Кендебай кәдуілгі бала емес, күн сайын өсетін, 6 жылда алпамсадай жігіт болғанға жап бала. Алып күш иесі Кендебай әке шешесіне көмектесіп, шаруа қарап аң аулайды. Аң мен құс етіне Қарасудың бойындағы қара үйлі кедейлерді қарық қылады. Тұтқын болған Мергенбайды құтқару үшін аттанып, осы жолда 7 басты алып дәумен, жалмауызбен, ақырған арыстанмен айқасып жеңеді. Алтын құйрықты құлындарды аман алып келіп, хан қолында табыстап, жау қолында болған Мергенбай батырды құтқарып, елде қалған баласымен табыстырады. Ерлігімен танылып мұратына жетеді. Кендебайдың батырлық істері көп жағдайда оның тұлпары Керқұлаға байланысты болады. Керқұла айшылық жерге алтаттап жететін тұлпар ғана емес, ол батырдың серігі, қысылғанда адамша сөйлеп дем берер досы. Мұндай бейнелердің бәрі ертегінің қиял ғажайып ертегі екендігін танытатын сипаттар. Керқұлатты Кендебай ертегісі тілі жағынан да, көркемдік ерекшелік жағынан да елеулі ертегілердің бірі. Аз сөзге көп мағына сыйдыра айтып, бай тілмен көркем образ жасауынан мұнда халық тілінің зор байлығы толығынан пайдаланғандығы аңғарылады. Миға шабуыл әдісі. Ертегі сіздерге ұнады ма? Қалай ойлайсыздар? Бұл ертегінің қай түріне жатады? Оқушылар, сіздер Кендебайға ұқсағыларыңыз келеді ме? Кендебайдың қандай қасиеті көбірек ұнады? Қазіргі жастарға осындай қасиет бар ма? Миға шабуыл әдісі бойынша бағалау критерийі. Шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттаңыз. Шығармадағы эпизодтарды композициялық құрылымына жіктеңіз. Дескриптор. Берілген ертегінің тақырыбы мен мазмұнына қарай ертегінің қай түріне жататынын атаңыз. Ертегі желісі бойынша өз ойларыңызды еркін жеткізіңіз.
Негізгі бөлім бірінші тапсырма. Оқиға тауы әдісі арқылы шығарманың фабуласы мен сюжеттік дамуын анықтаңыз. Ертегінің композициялық құрылымын сюжеттік дамуы бойынша сипаттап жазыңыз. Фабуласы белгілі бір формада ертегі түрінде жазылған. Композициялық құрылымы: оқиғаның басталуы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шиеленісуі, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі. Мәтін бөлімдері. Екінші тапсырма. Карточкадағы терминдер әдісі тапсырмасының жауабы. Берілген сөздер: жеті басты дәу, дұрыс; гауһар жүзік, бұрыс; шыншыл ертегі, бұрыс; қойшы бала, дұрыс; қиял ғажайып ертегі, дұрыс; айрылғырдың суы, айрыл, дұрыс; ақылды жар, бұрыс; қырық уәзір, бұрыс; алтын құйрық, дұрыс. Қорытынды бөлім. Үйге тапсырма. Шағын эссе. Кенжебай елдің тұрмысын жақсартқан ұл тақырыбында өз көзқарастарыңызды дәлелдеп эссе жазыңыздар. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.